Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында жапониялық балалардың ақылдылығы туралы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Балалар ата-анасының мінез құлқын қайталайды. Жапониялық икудзи тәрбие жүйесі тұтастай осы пікірге құрылған. Бұл ретте ата-аналардың баласымен жылы, еркелетіп сөйлеуі, айқайлап ұрыспауы маңызды. Осылайша олар баласын өзгелерді сыйлап, көңіл күйін қадағалай білуге үйретеді. Жапония қоғамының түсінігі бойынша, егер жанұяда нәресте дүниеге келсе, оған уақытының 100%-ін бөліп, бала күтушісінің немесе ата-әжесінің көмегіне жүгінбеуі керек. Егер баланың әр күнінің әрбір минуты алдын ала жоспарланып қойса, ол қалыпты жағдай есебінде. Бала 2 жасынан бастап бірнеше білім үйірмесіне қатысады. Кішкентай балалар бір күн ішінде ағылшын тілі, есеп, би, сурет және ән сабақтарына үлгере алады. Осындай жүйенің арқасында 4 жасар балалардың барлығы ең болмаса бір музыкалық аспапта ойнай алады, грамматика мен математика негіздерін біледі. Ал 5 жасқа толғанда қамсыз балалықпен қоштасады. Балабақшадағы тәрбиешілер барлық ережелерге бағынуын талап етіп, мектепке дайындайды. Бұл жерде еш аяушылық танытпайды. Олар әр балаға арнап жеке дәптер бастап, сабаққа келгенін, атқарған кезекшілігі мен тазалық жұмыстарын белгілеп отырады. Бала 6 жасқа толғанда сабақ өтетін жерге өзі баруы тиіс. Анасы тек есік сыртына дейін ғана шығарып сала алады. Мұнан әрі баруға болмайды. Әдетте балалар мектепке ауызша санау мен жапониялық буын әліппесін біліп барады. Жоғары технологиялар мемлекетінде балалар ерте жасынан бастап ойша жылдам есептеуге жаттығады. Жапондар есеп негіздерін ерте бастан үйрету мидың маңдай бөлігі мен шығармашылығын дамытады. Ал өз бетімен өмір сүруге ұмтылыс тәртіпке үйретеді. Жапониялық ата-аналар жұрт көзінше балаларын мақтамайды. Таныстарымен сөйлесу барысында кез келген жапониялық ана баласы жөнінде менің ақымақ балам дейді. Бұл эпитеттің астарында ата-ананың барлық баланы бірдей ақылды, дарынды деп санауы жатыр. Алайда мұның барлығына қарамастан, отбасыда баланың жетістігіне айрықша назар аударылады. Жапондар ерте заманнан балаларын матаға орап, арқасына байлап, қайда барса да өзімен бірге алып жүреді. Ол баланың кез келген сұрағына жауап береді. Анасы өзінің не істеп жатқанын, айналасында болып жатқан барлық процесті баласына айтып отырады. Сондықтан жапон балалары алдымен сөйлеп, содан кейін жүретін жағдайлар көптеп кездескен. Ата-ана балаға үнемі ұқыпты болуға үйретеді. Егер оның көлігі сынып қалса, оған ұрыспай жай ғана сен оны ауырттың дейді. Жапондар балаларын мәдениетті бол, ешкімге кедергі келтірме, тыныш жүр, бәрімен бірдей қарапайым бол деп өсіреді. Сондай-ақ олар сезімін сөзбен емес, дауыс ырғағымен жеткізеді. Егер бір нәрсеге көңілі толмаса, оны көзқарасы мен дауыс ырғағы арқылы білдіреді. Сондықтан ата-анасының өзіне ренжігенін байқаған бала тез сабасына түсіп, жіберген қателігі үшін кешірім сұрауға асығады. Ал мектепте оқушылар топтасып жұмыс істейді. Мұғалімдер әртүрлі жауапты тапқандарына қуанады, немесе бірдей жауапқа әртүрлі жолмен келсе, жетістік деп есептейді. Сосын бәрі бірігіп, кім қандай жолмен шығарғанын талқылайды. Америкалық журналист үзілісте ойнап жүрген бір оқушыдан ең сүйікті пәнің не деп сұрапты. Бала ойланбастан математика дейді. Мүмкін сондықтан да шығар, Нобель сыйлығын алған физиктердің тең жартысы жапондар болуы. Жапондық балалар сабақ үстінде мұғалімді алмастыруға қақылы.
Неге жапондық балалар мүлде басқа? Мұғалім тақтаға математикалық теңдеу жазады. Сосын сыныпқа бұрылып күтіп тұрады. Сәл уақыттан соң бір оқушы қол көтереді. Мұғалім жанына келеді. Дәптеріне үңіліп, есептің жауабының астын сызады. Бәрі дұрыс. Әрі қарай керемет құбылыс басталады. Енді әлгі оқушы орнынан тұрады да, қолын көтерген келесі оқушының есебін тексереді. Осылай жалғаса береді. Егер өзің білген нәрсені басқаға үйретсең, ақпараттың 90% миыңда қалады дейді жапондық мұғалім. Егер тақтаның алдына шығып жай ғана түсіндіріп берсем, онда ақпараттың 40% ғана оқушыға түсінікті болады. Өзара талқылай отырып, бір-біріне үйретсе, сонда ақпарат сіңімді болмақ. Сондай-ақ оқушылар ұжымдық ынтымақ пен жауапкершілікті мектеп табалдырығын аттап басқан алғашқы сәттен үйрене бастайды. Оқушылар кезек-кезек кабинет жинастырады, асханада кезекші болады, дәретхана жуады. Мұндай жұмыстарға арнаулы қызметшілер алынбайды. Бәріне жауапты деген ұстаным. Бұл ұстаным өмірдің барлық саласына қатысты. Қоғамда да маңызды рөл атқарады. Оның ішінде көлікте жүргенде, қоғамдық көлік жолаушы үшін өте ыңғайлы әрі қауіпсіз. Диксонның айтуы бойынша, батыс өркениетінде өскен адамды кішкентай бөбектердің ерте ес кіруінен гөрі қоғам мүшелерінің бір-біріне деген мызғымас сенімі таң қалдырады екен. Жапонияда балабақшаның иоучиен және хоикион деп аталатын екі түрі бар. Иоучиенге балдырғандар 3 жастан бастап қабылданады. Таңғы 9-дан түс ауғанша істейді. Яғни түскі астан соң ата-анасы үйге алып кетеді. Мұндай балабақшада баланың қабілетін шыңдауға көбірек көңіл бөлінеді. Мәселен, кәсіби суретшіліктің бастапқы негіздері үйретіледі. Ағылшын тілі, музыка, спорт бойынша өзіне керегін алғаш рет осы иоучиеннен алады. Сондай-ақ экскурсиялар, мәдени іс-шаралар жиі ұйымдастырылады. Жапондардың бала тәрбиесінде ұстанатын дәстүрінің мыңдаған жылға жалғасқан тарихы бар. Көбіне кинолардан жапон балаларының айрықша ізеттілігін, мәдениеттілігін көріп жатамыз. Бала мен ата-ананың арасында жылы түсіністік бар екенін ұғынамыз. Кішкентай баланы арқаға таңып алып, өзімен бірге алып жүру бүгінге дейін жеткен дәстүр іспетті. Жапония дүкендерінде баланы бірге алып жүруге ыңғайлы киімдер толып тұрады. Оның үлкен қалтасы, арнайы орамасы бар. Бұл елде тек әйелдер емес, еркектер де бала тәрбиесіне айрықша көңіл бөледі. Сондай-ақ баланың бауырлары да бөбекке үлкен жанашырлық пен қамқорлық танытады.